Ғаламшарымызда атмосфера бар. Ол ауа қабықшасы. Гидросфера. Бұл жердегі бүкіл су. Көріп, ұстауға болмайтын қабықшалар да бар. Бірақ жер шарында онсыз тіршілік болмас еді. Ол магнитосфера. Магнитосфера ғаламшардың магнитті өрісі арқылы жасалады. Жер шарының ішінде металл ядро болады. Ол айналғанда зарядталған бөлшектер ағыны түзеледі. Бұл бөлшектер ғаламшарды алып магнитке айналдыру арқылы күш желілері бойымен қозғалады. Кез келген магнит тәрізді жерде де полюс бар. Солтүстік және оңтүстік. Мұнда магнитті және географиялық өрістер сәйкес еместігін ескеру керек. Оңтүстікте солтүстік магнитті полюс, ал солтүстікте оңтүстік. Сондықтан күш желілері оңтүстіктегі жерден шығып, жоғары қозғалады. Ғаламшарды сыртынан қаусырып, іш жағында оңтүстікке қозғала отырып, жоғары жағында оған кіреді. Өзінше бір магнитті кокон болып шығады. Магнитті өріс ғаламшарға аса қажет. Ол болмағанда, жалмаушы ғарыштық радиация атмосфераға жетіп, оны жойып, сосын жердегі бүкіл тірі ағзаларды қыратын еді. Бірақ бұл қорғаныс қалай жұмыс істейді? Күннен жерге қарай зарядталған бөлшектер ағыны қозғалады. Бұл күн желі. Жерге жеткенде, бұл бөлшектер магнитті өріспен кездеседі. Әрине, мұндай қуатты әсерден кейін біздің магнитті өрісіміз деформацияланады. Бірақ қысымға төзіп, күн желін жерге жібермейді. Күн радиациясының зарядталған бөлшектері бағытын өзгертеді. Ғаламшардағы магнитті өрістің күш желілері бойымен қозғалып, оны қаусырады. Айтқанымыздай, магнитті және географиялық өрістер сай келмейді. Тіпті қосу мен алудың қайда тұрғандығында да емес. Олардың нүктелері де сәйкес емес. Магнитті полюстің өзі жер шарының айналу осінен шамамен 11 градусқа ауытқыған. Магнитті полюстер бір орында тұрмайды. Олар эллипс жасай отырып, үнемі қозғалыста. Мысалы, осыдан бір ғасыр бұрын солтүстік магнитті полюсы Канадалық Арктика аумағында болса, енді ол таймырға жылжып барады. Жылына шамамен 60 километр жылжуда. Оңтүстікте де сондай. Онда магнитті полюс географиялық полюстен алшақтап, бір ғасырда 900 километр жылжыған. Қазір ол Антарктиданы артқа тастап, Австралияның оңтүстігіндегі мұхит айдынына шықты. Мұнымен аяқталған жоқ. Полюстер жай саяхаттай бермейді. Олар орындарымен алмасады. Бұл инверсия деп аталады. Ғаламшарымыздың тарихында мұндай мыңдаған жағдай болды. Ғалымдар бұл жөнінде бір пікірге келе алмай отыр. Инверсиялардың қашан болған вулкан жыныстары арқылы анықтайды. Лавада магнетит бар, яғни микроскоптық магнитшелер. Атқылаған соң сұйық күйінде бұл магнитшелер компас тәрізді өздерінің полюстермен жердің магнитті оңтүстігі мен солтүстігіне дәл бұрылады. Лава қататта олар сол күйінде мәңгі қалады. Атқылаудың қашан болғанын біле отырып, ғалымдар магнетит бойынша магнитті өрістің қандай болғандығын анықтайды. Зерттеулерге сәйкес, инверсия соңғы рет жерде адам пайда болғанға дейін 700 мың жыл бұрын болған. Магнитті домалау аралығы әртүрлі. 500 мың жылдан 50 миллионға дейін. Инверсияның өзі лезде бола қоймайды. Полюстер алмасу үдерісі мыңдаған жылдарға созылады. Магнитті өріс адамға адал қызмет етеді. Мысалы, компастың магнитті тілі полюстерге бағдарланады. Бағыттан адаспау үшін корабльдерге, ұшақтарға, жай саяхатшыларға көмектеседі. Компастар жұмыс істемейтін жерлерде бар. Оларды магнитті аномалиялар деп атайды. Мысалы, біздің материкте Евразияға ең танымал Курск магнитті аномалиясы болып саналады. Онда үлкен руда кендер бар. Оның құрамындағы темір өзінің магнитті өрісімен деректерді бұрмалау арқылы компасқа әсер етеді. Магнитті өрісті ғаламшардағы бүкіл тұрғындар сезеді. Бұл құбылыс биомагнетизм деп аталады. Тірі ағзалардың жасушаларында электрлік белсенділік пайда болады. Ал электр тоғы бар жерде міндетті түрде магнитті өріс болады. Ол ғаламшардың өрісімен өзара әрекеттеседі. Сол себепті жер шарын мекендеушілер магнитосфераның өзгерістерін сезеді. Мысалы, магнит толқуы. Олар күнге жарқылдар болғанда пайда болады. Жұлдыздан сансыз зарядталған бөлшек атылып шығып, біздің ғаламшарымызға жүйіткейді. Осы ағынмен кездесіп, жердің магнитті өрісі қатты тербеле бастайды. Міне осы магнит толқуы.
Жердің магнитті өрісі ғаламшардағыларды ғана қорғап қалмай, ол халықаралық ғарыш станциясының экипажын да қорғайды. Өйткені халықаралық ғарыш станциясы орбитасы да жердегі магнит коконның ішінде орналасқан. Магнитті өріс жердің беткі қабатынан ондаған мың километрге созылып жатыр.